болғаннан әуел жерге шырылдап түскенде қыз туды дейді. Қыз туды дегенде ертедегі әңгімені бастап айтайын. Есіктің алдындағы ит қыз туды дегенде іргелі бүйтіп қаза береді дейді ғой. Қыз туды ма деп. Итке дейін жаңа қызды жек көрген ғой ол уақыттарда. Бұл не десе кіндігіне мұз қатып өле қалсын бұл қыз деп ит сөйтеді дейді. Ал ер бала туса, ер баланың даусынан танып, іргелі көмейін деп іргелі көмеді дейді. Ит сонда ер баланы жақсы көреді екен ғой. Қазір енді жақсы тәлімді тәрбие алып жатсыңдар ғой, жақсысыңдар ғой, шүкіріміз ғой. Мына аналарым баптар сендерді, бұрымдарыңды өсіріп, құлақтарыңа сырғатап, жақсы әдепті қыз қылып өсіріп жатыр. Қызға мән беріп қазір қызды сыйлаймыз. Сіздер де сол ата-аналарыңды үлкеннің алдынан кесіп өткен есікке аласып кіріп қалған адамға жол беріп, есікке тіреп тұрып алмаң. Бұл да сыйластық. Сосын жаңа алдыңмен кіріп, артыңмен шық дейді үйден шыққанда. Бәрінде де біздерде әже болған. Екі әже, екі анаменен солар тәрбиелеген біздерді де. Үйреткен, алымды болған аналарымыз. Солардың тәртібіменен қазір